Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Осылай басынан өткен жағдайды берейін. Мошенниктер қазір новый уровеньге шыққан. Міне маған жаңа 14-14-тен, кәдімгі 14-14-тен SMS келді, міне қараңдар. Мынау осыған дейін мен штрафқа түсіп қалғаным, кәдімгі 14-14-тен келіп тұрған SMS міне. И содан кейін проверочный код деп SMS келді. Маған звондады. Айтады, осылай мен соннанмын. Сізге қай адреске жіберіп, менің прописка адресін бәрін біледі екен. Осылай адреске конверт жібере берейін ба дейді. Мен айтамын, не конверт, мен ештеңе заказдаған жоқпын десем. Жоқ, мен білмеймін, мен аша алмаймын оны, мен тек сізге жібере аламын. Видеозвонок па звондады? Курьер ғана апарып береді дейді. Сосын хорошо дедім. Бірінші былай звондады. Сосын айтты, мен ойладым, может налоговыйдан шығарыладым дедім де. И конверт жібердім, SMS айтып қойды, потому что 14-14-тен келіп тұрғасын сендім. 14-14-тен келіп. Оған дейін бұл кәдімгі міне телемашина штрафқа түсіп қалғаным. Камерадан. Тағы да осы видео арқылы мошенниктер бірден істеп жүрмесін? И SMS келді осылай. И айта қойдым. И бір кезде маған 2 минуттан кейін видеозвонок шығады WhatsApp-тан. WhatsApp-тан видеозвонок шығады. Міне мына номермен шықты мысалы. Видеозвонок шықты видеозвонок. И сосын жаңа видеозвонокта айтып отыр, осылай сізде мошенничество тап болдыңыз, анау мынау деп бірдеме түсіндіріп жатыр да. И ана сөйлеп жатқан адамның даусымен видеодағы дауыс келмейді да, ауыздары жыбырлағаны. Резко камераны жауып тастадым былай. Мынау явно биометрия өтіп отқан шығар деп ше. Мысалы Face ID сияқты. Түсіндім машина екенін. Сосын резко лақтырып тастадым да трубканы. Лиговқа кіріп, пароль бәрін өзгертіп тастадым. А то олар сіздің ECP ключіңізге доступ алып алады жаңағыдай. Видеозвонокпен шығып, SMS жіберіп, сөйтіп сіздің атыңызға кредит бәрін оформить етуі мүмкін. Сондықтан абай болыңыздар. Уже бір звондады, уже танысымыз 700 мыңға оформить етіп жүрген. Бір танысымыз, окажется, солай 700 мыңға қадалып. Оны ладно, жас адамдар былай сақ адалса алдамауы мүмкін. Ең главное ата-анамыз, келіншек үйде да солар группаға таратып олсын, давай ескертіп. Үйде отырған жеңгелеріміз, келіншектер болса, жаңағыдай ата-аналарымыз абай болыңыздар. Осындай мошенничество тап болып қалмаңыздар. Ешқандай SMS код ешкімге айтпаңыздар, және видеозвонок шығып жатса, тоже сөйлеспеңіздер. Нормальный орган адам ешкім видеозвонокпен звондамайды. Ол сіздің просто неңізді біліп алу үшін, биометрия, Face ID сияқты. Соңғы органда камера қарап жүріңіз деген сияқты, сол анау арқылы заман дамып кеткен қазір. Сөйтіп кредит оформить етіп. Так что абай болыңыздар барлықтарыңызға. Группа, тумала группа таратыңыздар. Но біз жап-жаңа болып. Басымнан өткен осы бойы. Қайта мен резко среагировал, резко видеоны жауып тастадым, сөйлесіп жатқанда Лиговқа кіріп, пароль бәрін өзгертіп тастадым. Бүткіл тума-туыс ата-анамызға бәрін ескертіңіздер. Абай болыңыздар, қазір алданылмай-ақ кішкене, алданбай. Ешкімге алданып қалмаңдар, абай болыңдар.